Қазақстанның халық жазушысы мемлекеттік сыйлықтың иегері Қадыр Мырзалиннің туғанына 85 жыл, ал Орал қаласында Ақын атындағы орталықтың ашылғанына биыл 5 жыл толып отыр. Қадыр сарайы ұжымы осы уақыт аралығында шайыр шығармаларын өскелең ұрпаққа насихаттауда орасан зор іс-шаралар ұйымдастырды. Солардың бірі Дала дидары көшпелі өнер ұжымы. Осыған орай Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығында осы жылдың маусымашар бағдарламасы ұйымдастырылды. Қадыр қазақ поэзиясының қаранары, өлең өлкесінде өшпес із қалдырған ақын ретінде тарих парағына алтын әріптермен жазылып қалды. Биылғы жыл ұлы ақынның туғанына 85, өз атындағы орталықтың ашылып жұмыс жасай бастағанына 5 жыл толып отыр. Ал тума дарын иесінің туындыларын насихаттауда Дала дидары көшпелі өнер ұжымына артылған жүк ауыр. Өнер орталығының жас ақындары шайырдың шығармаларын жатқа оқып, афоризмдері айтылды. Әзіл сөздері мен қалжыңдары да назардан тыс қалған жоқ. Әрбір аудандарда аралау мақсатында Қадырдың жүрген жолыменен, Қадырдың өнерін, Қадырдың бізге қалдырған мұрасының қадір қасиетін жеткізу кейінгі ұрпаққа өте маңызды. Қадыр Мырзалин атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры, жоба жетекшісі Бауыржан Қалиолла тың бағдарламаларымен жұрттың жүрегіне жол тапқан Дала дидары көшпелі өнер ұжымын өнер сапарлары күтіп тұрғанын тілге тиек етті. Биылғы жылы да өңіріміздің 12 ауданы мен алыс жақын ауылдарды аралап Қадыр шығармаларын насихатталатынын айтты. Биылғы сапарымызда аймақ басшысы Ғали Нәжмеденұлы қолдау көрсетіп, жыл 12 айда облыстың барлық ауданында және Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында концерттік сапармен болуымызды қолдап, және маусым айында осы екі мерекені өткізуге, республика көлемінде атап өтуге атсалысып, қолдау білдіретін жеткізген болатын. Ұрпаққа рухани қазына қалдырып, қазақ поэзиясының қадірі болған қаламгер туындылары жас өрендерге өшпес үлгі. Қадыр атамның өлеңдерін өте қатты сүйіп оқимын, және де олар Қадыр атамыздың өлеңінен кітаптарына алатын тәлім-тәрбиеміз өте мол деп ойлаймын, өте қатты құрметтеймін. Маусымаша шарасы барысында жергілікті өнер жұлдыздары ақын өлеңдеріне жазылған әндерді нақышына келтіре орындап, зал толы қауымды тамаша әсерге бөледі. Қазақ осы қарасың бай ақсың ба, қоңырсың ба, жатыр қауды білмейді. Ұлықпан елеу Рүстем Исжанов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.